құрметті оқушылар. Отырамыз. Бүгінгі сабағымыз ашық сабақ түрінде болады. Ешкімнен ештеңе қысылмаймыз. Күнделікті өмірде қалай өтіп жүрсе, осы сабақты дәріс етіп өтетін боламыз. Бұл ертең сабақ болады. Және біз қандай тақырыпты өтіп жатырмыз негізі? Махамбет өтіп жатырмыз. Үй тапсырмасы берілді ғой? Не берілді? Көркемдегі құралдар. Бәріміз орындадық па? Қане, ашайық. Біреуміз оқисын, бәрін тексеріп өтейік. Қане, тез-тез. Кім оқиды? Шығармасында қайталау қолданылады анафора. Мен едім тіркесі арқылы ақын өзінің батырлық қасиеттерін ерекше көрсетеді. Эпитеттер махамбет батырлық пен қайсарлықты көрсету үшін түрлі эпитеттерді қолданады. Мысалы, қас, батыр, қыран. Мен едім өлеңдегі кейіпкерлер бейнесін ашатын маңызды. Жақсы ма? Оған дейін сіздерге түсіндіріп кетейін сабақтың барысын. Біз бүгін қалай бағаланамыз? Енді махамбет дегеніміз бұл бір қолымен қалам ұстаған, бір қолымен найза ұстаған батыр ғой, батыр, жауынгер, ақын деп айтады. Сондықтан бүгін сендер білім нысанасымен бағаланасыңдар. Яғни осы жерде кімнің тобында бірінші, екінші, үшінші топ бөлінеді. Кімнің тобының оғы нысанасына көп тиеді, сол топ күнде жеңімпаз болады. Дұрыс па? Түсіндік па? Жақсы. Онда сабақты бастамас бұрын келіңдер топқа бөлініп алайық, стикерлерді аламыз. Ішіндегі сандарды аламыз да, сол бойынша топқа кетіп отырамыз. Қандай әсер алдыңдар? Қандай өлең бұл? Махамбет өтеміс Кім байда ғой? бұл жерде Махамбет Өтемісұлы өзінің соғысқа деген адалдығын және бұл поэтикалық не сияқты ғой, өзінің сезімін, рухын оятатын. Біздің әр қазақтың арқасы қозады ғой, дұрыс па? Бұл сондай рухты өлеңіміз демеймізде. Біз қазір Махамбет өлеңіндегі меннің мағынасын ашатын боламыз. Өлеңдегі кейіпкерлер жүйесі және өлеңнің басты идеясын күнделікті өмірмен байланыстырады етеміз. Бірінші, жалпы Махамбеттің мен дегеніне тоқталмас бұрын өзіміздің ішіміздегі менге тоқталайықшы. Мысалы, мен айтайын, мен бастайын, иә? Мен педагогпын. Мен Қазақстан Республикасының азаматшасымын. Сендер кімсіңдер? Мен оқушы. Өздеріңе баға беріңдерші, мен кіммін? Қазақсың, сосын ата-анаңның ұлысың, иә? Перзентісің, сосын әрқайсымыз өмірде мақсатымыз бар, өскенде әрқайсымыз мамандық атағанымыз біреуміз дәрігер, біреуміз мұғалім. Яғни әрбірінің бұл өмірде өзінің жеке орны бар. Өмірдегі менге тоқталайық. Жалпы Махамбетті өтіп жатырмыз, иә? Тарихи көркем шешім деген бөлімді бастадық. Соның ішінде Махамбетке тоқталдық. Қай жылы өмір сүрген шығармашылығына барлығына тоқталдық, иә? Енді мен едім деп айтып тұр. Сол жердегі мен деген мағынасын ашайықшы. Жалпы Махамбет өлеңдерінің идеясы бұл рухты, ерлікті дәріптеу, иә? Дұрыс па? Қайсарлықты дәріптеу ғой? Қайсарлықта мол сыр жатыр екен, иә? Мен деген кім? Бірінші кезекте қарайық. Мақсаты анық, мұраты айқын, ойы нық болыңыз. Дұрыс па? Мен деген сондай ма? Махамбет өзін солай көрсетіп тұр ма? Мен деген бұл елдің, еділдің бойы ен тоғайға қондырсам деген асыл арман иесі. Дұрыс па? Келесі, мен кескілеспей басылмайтын боз ағаштан биік батыр. Махамбет. Дұрыс па? Келесі, мен бұл ойшыл, дана, елі мен жері үшін жан айрамаған тұлға. Мен бұл ғұмыры күйзеліспен, құсалықпен өткен жан. Бұл жердегі менің астары дәл осындай мағынаны береді екен. Мен дегенде Махамбет тек қана өзін айтып тұрған жоқ, менде бүкіл халықтың жағдайын айтып тұр, дұрыс па? Келесі, енді бұл мен едім өлеңін оқыдық барлығымыз, дұрыс па? Өттік. Енді осы өлеңде қандай кейіпкерлер кездеседі? Баймағамбет бар, Махамбет бар, иә? Хан бар. Дұрыс айтасыз. Баймағамбет хан бар, сосын Исатай бар, сосын Махамбеттің өзі бар, иә? Енді келесі тапсырма. Сіздер постер қорғайсыздар. Топ бойынша жұмыс істейміз, топ бойынша бағаланамыз ғой. Бірінші топ бізде Махамбет бейнесін анықтайсыздар. Екінші топ Исатай бейнесін анықтау, сосын үшінші топ Баймағамбет бейнесіне постер қорғайсыздар. Екінші топ, үшінші топ қорғайсыздар. Сіздерге 5 минут беріледі, тез арада
өз біліміңізді ал бір себеп Махамбет бейнесін ашатын оның рөлі аңсаған әрбір кім болған бәрі тез қорғасымен тосты тез топпен кірсеңіз топпен бағаланасыңдар 3 балға дейін бағаланасыңдар қараңдар қосатын жерлері қалып кеткен жерлері бар ма кәне тыңдайық Баймағамбет Исатаймен бірге Махамбет бөкей ордасында әділеттікке қарсы шығып шаруаларға көмектескен. Баймағамбет Исатай мен Махамбеттің көтерілісіне қарсы болған адам. Баймағамбет сұлтан 19 ғасырда өмір сүрген қазақ сұлтаны, кіші жүздегі билеуші әулеттің өкілі. Исатай Иманбайұлы 1993 жылы туылып, 1980 жылы дүниеден озған. Өлке арасында қазақ халқының ұлттық азаттық қозғалысындағы жетекшісі, әйгілі батыр болып табылады. Исатай батыр көтерілісті бастап көтеріліс кезінде өзінің қайсарлығын көтеріп өзінің жауларына қарсы толық күресіп тұрған аз адамдардың ішіне кіреді. Исатай 12-ші шілдеде қайтыс болғаннан кейін оның бастаған көтерілісі кішкенеден бастап құлап бастады. Себебі Исатай қаза болғаннан кейін көтеріліс шет-шетіне ақылдырай бастады. Себебі Исатай сол көтерілістің ішіндегі барлығын бастап бүткілін ойлайтын сол Исатай болып табылады. Махамбет халықтың күресі және еркіндік символы. Махамбет әділеттіліктің еркіндікке ұмтылыстың батырлық пен қайсарлықтың бейнесі деп саналады. Және Махамбет Исатай бастаған халық көтерілісінің идеологы болған және рухани көшбасшы болған. Махамбет ол халықтың әділеттікке ұмтылған қайраткері, ақын және батыр. Жақсы отырыңдар. Кейіпкерлер бейнесін аштық. Бұл жерде бейнесін образдарын түрлі сипатта қарауға болады, иә? Қалды, қараймыз. Бірінші топ бізде барлық сұраққа жауап берді, дұрыс айтты. Сондықтан 3 балмен бағаланады бірінші топ. Екінші топта да дәл сондай. Барлық сұраққа дұрыс жауап берді. Исатайға тоқталды. Үшінші топта бізде 2 балл. Екен. Жақсы. Енді келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырма. Қараймыз. Тағы да топпен тапсырма болады. Бірінші топ концептуалды кесте жасаймыз. Яғни, концептуалды кесте дегеніміз өлеңнің идеясын, кейіпкер бейнесін, өлеңмен дәлел және өз ойға түйгенін жазамыз. Бірінші топ. Екінші топ бізде көркемдік тұрғыда талдаймыз. Өлеңнен мысал жасаймыз да, қандай көркемдегі құралдар қолданылған екен өлеңде. Осыны осы кестеге толтырамыз. Ал үшінші топта бізде Махамбет өлеңдерін оқығанда көз алдарына елестеген тұлға туралы 8-10 сөйлемнен тұратын мәтін құрастырасыңдар. Көз алдынан қандай бейне елестейді? Соны жазасыңдар. Жақсы ма? Бұл да топпен тапсырма болады. Енді қатыспаған оқушылар, оқымаған оқушылар тақтаға шығып қорғайтын боламыз. Кәне кірсейік. Жақсы. Қорғайық қана. Өлеңнің басты идеясы ол өлеңнің көркемдігі құралдары табу. Махамбет жазуы сөздік қорыдан ақынысы болуы немесе қазақ тіліне, қазақ әдебиет тілінде көптеген көркемдік құралдарды қолданбасы. Олардың біріне де қолы эпитеттелеу және де метафора. Бұл өлеңде метафораларда біз мынандай мысал алып келді. Қыр болмаса, қыр басында қырықтан 2 тарлан бөлейді. Үшінші топ. Тыңдайық.
махамбет өлеңдерін тыңдағанда алдына ержүрек қайсар батырдың тұлғасы елестейді. Ол халқының еркіндігі мен тәуелсіздігі үшін күрескен қайтпас қайсарлықтың иесі, жауына қарсы өтік көзбен де сөзбен де қылышпен де тойтарыс бере алатын батыр ретінде көрсетіледі. Махамбеттің өлеңдеріндегі әрбір жолдан оның намысқойлығы, отан сүйгіштігі айқын көрінеді. Ол өз халқының мұңын мұңдап, жоғын жоқтаға тұтыншылап, сондай-ақ ақын әділетсіздікке қарсы тұрған батыр. Сосын Махамбеттің өлеңдерінде өзінің туған жерінің табиғаты туралы айтылады. Ол оқыған кезде өзінің туған жерінің табиғатын әдемі қылып көреді. Табиғатына тоқталады, иә? Жақсы, отырамыз, келісеміз ба? Көз алдарыңа тура сондай бейне елестейді ме? Жақсы, онда бағалайық. Бізде осы тапсырмада барлығы топ атсалысты, сондықтан барлық топқа бізде 4 балдар беріледі. Қазір келесі тапсырмаға дайындаламыз. Қорытындылаймыз. Осымен бізге Махамбет бөлімі аяқталады, иә? Жақсы. Осы сабақты, осы бөлімді біз қазір сіздермен бекітетін боламыз. Яғни нәтиже сабақ болады қазір. Сұрақтарға жауап берейік. Болғаны ол бізде өлеңдер жоғарыда жас ұрпақты ұйымшылдыққа шақыруда болмаған сабақ қиын болмайды. Бұл сабақта мен көптеген ақпараттар аламын, және де қазақ бізде көптеген Өте жақсы. Саған ештеңе қиын болған жоқ, иә? Бүгінгі тапсырмада. Кәні бірінші топтан. Қасболат? Кәні? Дархан? Оқи ғой. Бұл сабақта маған қиын болған негізі екінші тапсырманы орындау. Қиын болды, иә? Құнды болған. Махамбет туралы, Исатай туралы көптеген ақпарат алдым. Үшіншісі қызық болғаны, сұрақ-жауап тапсырмасы өте қызықты болды. Айтағы, кәні маған бере ғой. Құнды болғаны Махамбеттің жыры ол біздің жас ұрпаққа бізге деген өзінің айтар сөздері. Қой көсен? Құнды болғаны рухани намыстық сезім болды. Сезімді оятып, қиын ештеңе болған жоқ, бәрі түсінікті болғаннан. Мен үшін Махамбеттердің сұрағына жауап беріп, топпен жарысқан өте қызықты болды. Келесі, өз ойымызды айтамын. Біз сіздермен білімнің санасымен бағаландық, иә? Оқу қолымызға найза ұстап, жауға шаппасақ та, қолымызға қалам ұстап, білімнің санамызға дөп тигізіп жүрейік. Болашақта сіздерге сондай ниет айтамын, сондай тілек айтамын. Сондықтан енді бағаламызға қараймыз. Бізде бірінші топта барлық тапсырма бойынша 9 тигізген, 9 балл. Бүгінгі балл сіздерге. Екінші топта дәл сондай бағада 9 балмен бағаланады. Ал үшінші топта бізде 7 балмен бағаланады екен. Жақсы. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ ұнады деген ниеттемін. Жақсы, сау болыңыздар.